Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге Джон Рокфеллердің байлық туралы айтқан 15 қағидасы туралы айтып беретін боламын. Джон Рокфеллер белгілі миллиардер, магнат кәсіпкер, әрі филантроп және алғашқы долларлық миллиардер атанған болатын. Мұнай индустриясындағы ең алғашқы ірі компания Стандарт Ойлдың негізін қалаушылардың бірі. Джон Рокфеллер өмір бойы табысты әрі бай болудың 15 алтын қағидасын ұсынып келген екен. Өмірінің соңында оның байлығы 340 миллиард долларға бағаланған. Джон Рокфеллердің ұсынған алтын ережелерін назарларыңызға ұсынамыз. Бірінші, сапалы жұмыс. Ең алдымен сапалы жұмыс істеуге көп көңіл бөлу керек. Рокфеллер жұмысқа барынша көңіл бөліп істеген адам. Табысқа 1000 адам жақындайды деген пікірдің алға тартады. Оның себебі де жоқ емес. Өйткені сапасыз істі әрқашан түзетуге тура келеді. Ал бұған уақытыңыз бен энергияңызды жұмсайсыз. Екінші, ақша үнемдеу. Үнемдеу қаржылық табысқа жетудің ең маңызды бөлімі. Бұл дегеніміз арзан, сапасыз заттарды сатып алу керек деген сөз емес. Сапалы тауарды да барынша арзан бағаға алуға болады. Кейбір заттар аса қатты қажет емес болса, тізімнен қысқартып отырыңыз. Ақшаңызды дұрыс басқарғыңыз келсе, кірістер мен шығыстарды есептейтін дәптер арнаңыз және күнделікті жазып отыруды естен шығармаңыз. Үшінші, жеке бизнесіңізді бастаңыз. Егер адам кедей болса, өзінің қолынан келетін істің көзін жедел табуы керек. Соның арқасында мол табысқа кенелетіне сенімім мол. Төртінші, пассивті кіріс. Ақша табуды дұрыс жолға қою үшін қосымша қаражат табуды да ойластырған жөн. Бұған банктегі депозиттер, қосымша жұмыстар мен алтын жинау жатады. Бесінші, арман. Қызық болып көрінуі мүмкін, алайда бізді толағай табыстарға үлкен армандарымыз жетелейді. Сол армандарымызды орындау жолында мол қаражатқа кенелеміз. Алтыншы, адамдармен қарым-қатынас. Джон Рокфеллердің айтуынша, бай болу үшін көп адамдармен қарым-қатынас орнатуымыз керек. Өйткені ақша бізге өзге адамдар арқылы келеді. Таныстарыңыздың саны артса, табысыңыз да арта түсері анық. Жетінші, шағымданбау. Өмір бойы өзіне көңіл толмайтын, алайда өзгелерді де жетістіктен көре алмайтын адамдар байлықтан үміттенбей-ақ қойсын. Сонымен қатар осындай ниеті бар адамдарды жаныңызда ұстамаңыз. Сегізінші, ақталу. Бүгін істейтін шаруаны ертеңге қалдырып, өзіңді ақтаудың қажеті жоқ. Адамды байлықтың ауылынан алыстататын жау жалқаулық екенін сіз де жақсы білесіз ғой. Тоғызыншы, даму. Миллионер болу үшін өзіңді дамытуға ақша салудан қашпау керек. Тамаққа, білімге, жан дүниеңді байытатын істерге, киімге ақша үнемдеудің қажеті жоқ. Рокфеллердің айтуы бойынша, адам тамаққа ақша аяса әлсіз болады. Білімге ақша салмаса, наданға айналады. Ал киімге ақша қимаса, өзін өзгелерге таныта алмайды. Оныншы, зұлымдықтың тамыры. Кедей адамдар байлықты бақытсыздықтың себебі деп санайды, ал бай адамдар байлықты қажеттілік деп таниды. Сол себепті байлықты зұлымдыққа теңеудің жөні жоқ. Ақша мен билік адамдарды бұзбайды, бірақ адамдардың қандай екенін білгіңіз келсе, оған көп ақша ұстатыңыз. Ақырында шынайы бет бейнесін ашыла бастайды. 11-ші, адамдарға шын жүректен көмектесу. Көмегіңіз үшін алғыс күтпеңіз. Керісінше шын жүректен көмектессеңіз, көмектескен адамдарыңыздан қайтпаса да жаратқаннан қайтарын ұмытпаңыз. 12-ші, бизнес жүйе. Бай әрі табысты болу үшін бизнес жүйе жасаңыз. Ол сіздің қаражатыңызды тиімді басқаруға, байлығыңызды арттыруға көмектеседі. 13-ші, өзгелер сияқты өмір сүру. Адамдардың көпшілігі қарапайым адамдарға қарап бой түзейді. Сол себепті ешқайда жетістікке жетпейді.
Ал оның негізгі ережесі ешкімге ұқсамау. Өзіңізді ешкіммен салыстырмаңыз, ешкімге теңемеңіз, өзгелер сияқты өмір сүрмеңіз. Өзгелердің қай бағытта жүріп жатқанын қарамаңыз. Әрдайым өзіңіздің өзгеше жолыңызды таңдаңыз. 14. Өзгелердің кеңесі. Бай болғыңыз келсе, басқалардың ақылын тыңдап, сіз үшін өзгелердің шешім шығаруына жол бермеңіз. Бірақ мүлдем ақыл тыңдама деген сөз емес, тек өзіңізге керегін ала біліңіз. 15. Жоқ деп айтып үйреніңіз. Жоқ деп айтуды үйренген адам өзгелердің тапсырмасын орындауға тез көнетін адамдарға қарағанда табысты келеді. Өзіңізді адамдардың өз мақсатына қолдануына жол бермеңіз. Уақытыңыздың қадірін біліп, оны ысырап етуден сақтаңыз. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, қолдау білдіріп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Доллар KZ арнасы. Әр қазақ бай, бақуатты болсын. Келесі кездескенше.